2010-дардан кейін өз күй жақсы көремін да тыңдағанды. Кезінде Қаршыға Ахмедияровты тыңдап өстік. Соңғы жылдар шыққан күйлер, мысалы біздер тартып жүрген бәріміз білетіндер, олар Құрманғазы кезіндегі Дәулеткерей, Сүгір бар, жарайды бертін келеді Тімәт Мерғалиев, Төлеген Момбековтерді білеміз, әрине, бірақ жаңа бір күйлер хит болмай жатыр, байқамайсыз ба? Жаңадан келген бір шығармай жатыр деп айтпай ақ қойын, бар ғой жаңа күйшілер. Жоқ, мысалы Секен Тұрысбековтың күйі, 2-3 күйі хит кәдімгідей. Сосын анау қалай еді? Сылқым. Ерке Сылқым. Ол хит. Ол да хит. Адамдар үшін, мысалы Құрманғазы, Адай, сондай күйлер, олар элемент самоидентификация меніңше. Олар бір күйді терең түсінгеннен оны жақсы көрмейді. Олар үшін әрине қан қызады ғой, бәрібір қанымызда бар нәрсе. Дегенмен көп кезде это элемент самоидентификации, это не есть любовь, а музыкальные вкусы там могут быть рэп, все что угодно, да, или там инди, бірнасте. Поэтому современным очень трудно. С другой стороны, я думаю, раньше все талантливые күй өнеріне барады, қазақ ән шығарады. Қазір көп кезде талантты адам музыканың басқа саласына кетуі мүмкін. Ондайда нәрсе бар. Және де күй өнерін үйренгенде де эксперимент жасау, жаңалық ашу деген жүйеде жоқ, оқу жүйесінде. Сондай нәрселер. Біз қазір күйіп жүрген